Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді үгітілмелі самса дайындаймыз. Ол үшін 1 кг ұнға 450-500 грамм су және 20 грамм тұз қажет болады. Мен 2 порция жасап жатырмын, сіздер 500 грамм ұнға жасасаңыздар болады. Осылай суға езіп аламыз тұзды. Сосын суды ұнға қосып, жайлап қамыр илейміз. 450-500 грамм кетеді. Ұнға байланысты қамырды 5-7 минуттай илейміз. Илеп болған қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды екіге бөліп аламыз. Сіздер бөлмей солай жая берсеңіздер болады. Мен бір бөлігін морозильникке сақтап қоямын. Осылай қамырды жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, осындай ерітілген сары майды қамырдың үстіне барлық жеріне жағып шығамыз. Қамырымызды ораймыз. Қамырды тартып отырып, орап отырамыз. Қамырымызды орап болған соң, осылай барлығын біріктіріп, орап қоямыз. Морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Негізі 1 түнге қойсаңыздар жақсы болады. Начинкасына 300 грамм фарш, 100 грамм құйрық май, 300 грамм пияз, тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырып қоямыз. Морозильниктен алған қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызға, оқтауға, қолымызға осылай сұйық май жағып, қамырымыздың слойкаларын кетіріп алмай, осылай үстінен басып шығамыз. Барлығын осылай слойкаларын ашамыз, үстінен басып шығамыз. Қамырымызды жаямыз. Жайған кезде слойкасын кетіріп алмауымыз керек. Көбісі осылай барлығын дұрыс жасайды, слойкасын кетіріп алады қамырды жайған кезде. Міне осылай көрініп тұру керек слойкасы. Начинкамызды салып, самсамызды бүгеміз. Бүккенде 3 бұрышты қылып бүгеміз. Бірінші 2 жағын бүгіп аламыз, бір-біріне жабыстырамыз. Үшінші жағын бүгіп, шеттерін жабыстырып шығамыз. Осылай жайып алған қамырымыздың барлығына начинкасын салып, бүгіп шығамыз. Дайын болған самсаларымызға осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстіне кунжут сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз қызарғанша. Самсамыз дайын, өте дәмді, қытырлақ. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.